Қан төгілген қаңтар, ұлт тарихындағы ұмытылмайтын қасірет. Ақордаға жоспарланған шабуыл, азаматтық соғысқа ұласа жаздаған оқиға. Қауіп төнді, бірақ бәрі біздің әскери жеке құрам бәрі дайын болды. Қырғын қалай ұйымдастырылды? Азаматтар арандатушыларға қалай еріп кетті? Жиналған халықтың ашу-ызасын теріс пиғылда пайдаланып кетушілер болды деп есептеймін. Кімдерге кешірім берілді, кімдердің жазасы жеңілдеді? Бостандықтың қадірін түсінесің, мысалы шыққаннан кейін әкем де қайтыс болды. Сондықтан да кішкене өз-өзін кінәлаймын. Қаңтардан қаңтарға дейін не өзгерді? Біз бұл оқиғадан қандай сабақ алдық? Қорытынды қандай?